Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дана-дана болып шығатын салат жабатын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: болгар бұрышы, осылай екі түрлісі қажет. Міне барлығын жуып тазалап, соломка етіп турайтын боламыз. Сәбіз, пияз барлығын. Мен қазір керек заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Міне мен осылай барлығын турап дайындап аламын алдын ала. Қызанағымызды да жуып, оны да турап дайындаймыз. Аскөгіміз бен сарымсақ қажет. Қазанға 1 пиала ас майын құйып, кезекпен барлығын қуырып аламыз. Барлық заттарымызды 7-8 минуттай қуырып аламыз. Енді мен барлығын үлкен ыдысқа жайғастыратын боламын. Міне осылай қайнап шыққанға дейін араластырып қозғап тұрамыз. 30 минут қайнаған соң аскөгіміз бен сарымсағымызды салуға болады. Міне тағы 30 минут қайнатып, осылай жаба берсеңіздер болады. Міне біздің салатымыз дайын. Осылай өте дәмді болып шығады бұл салат. Ас болсын.